Игі шара жолында шеткері қалмай өзінше үн қосуға кіріскен. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметтер істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің қызметкерлері бүгін қаламыздағы Ахмет Байтұрсынов атындағы нөмірі 10-шы жалпы орта білім беретін мектеп қабырғасында болып, мектеп балақайларына үлкен қуаныш сыйлай білді. Ақбота Болатқызы тарқатсын. Ахмет Байтұрсынов атындағы нөмірі 10-шы жалпы орта білім беретін мектеп қабырғасында өткен қайырымдылық акциясының негізгі мақсаты аз қамтылған және көп балалы отбасында тәрбиеленіп жатқан, сондай-ақ жетім және ата-ана қамқорлығынан айырылған балаларға жаңа оқу жылына көмек көрсету болса, аймағымыздағы мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің қызметкерлері аталмыш балақайлардың әлеуметтік себептермен мектепке бара алмай қалуының алдын алуға зор үлесін қоса білді. Мұндай іс көпке үлгі дерсін. Өздеріңізге белгілі, осы ағымдағы жылдың шілде айынан бастап республика көлемінде мектепке жол акциясы қолға алынып жатыр. Және осы акцияның шеңберінде Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті де ол тыс қалған жоқ. Яғни біздер белсенді түрде осы акцияға қатысып жатырмыз. Яғни бұл акция емес, бұдан да басқа осы қайырымдылық акцияларына біздің департамент басшылығы үнемі өзінің қолдауын көрсетіп отырады. Сондықтан да біздер енді осы Орал қалалық номер 10-шы мектеппен осы 5 отбасы оқушыларының өз көмегімізді көрсетіп жатырмыз. Ал акция аясына жабырқай келіп, жадырап қайтқан ата-аналар осындай қайырымдылық пен мейірімділік сәулесін сыйлай білген мемлекеттік қызметкерлерге шексіз ризашылықтарын жеткізді. Осы мектептердің мұғалімдеріне, апайларға, ағайларға рахметімді айтам. Сабақты жақсы оқимын, беспен оқимын. Игілігі мол қайырымдылық акция аясында бүлдіршіндерге табысталған сыйлықтан өзге әдемі мерекелік концерт те жиналғандарға тарту етілді. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сенбиев, Рустам Жұмашев, ТТК Қырека телеарнасы.